көп уақыт алмай ақ қояйын, бәрімізге білесіздер біздің компанияны. Біз өзіміз сайт жасамаймыз, айтып кетуім керек. Біз тек қана интернетке ұялы байланыс желілері арқылы кіру мүмкіндігін береміз. Оның ішінде мобильді телефон арқылы және мынадай KSL коннект арқылы. Білесіздер, бұның бір атап кететін жайты бар. Бұның бір артықшылығы мобильділік. Яғни адам бұл модемді кез келген жерде пайдалана алады. Ұялы телефон желілері бар жерде пайдалана алады. Яғни ауыл жерлерде Қазақтелеком жүйесі жетпеген жерде осындай модемді алып интернетке кіре алады. Бірақ бір кемшілігі де бар. Бұның жылдамдығы. Бұл GSM технологияларына негізделген, ал GSM технологиясының бір тағы кемшілігі дейміз, бұл дауыстық байланысқа басымдылық береді. Сондықтан дата трансфер дейміз ғой, оған каналдар шағын ғана, аз ғана. Сондықтан жылдамдық біздегі орташа шамасымен 50-60 килобит болады секунд. Әрине пошта қарауға болады, бірақ көп интернетте көп тұсына аламайсыздар. Сондықтан біздің пікірімізше Қазақстанға 3G технологиясы аса қажет. Ондағы жылдамдық мүмкіндіктері қазіргі таңда 20 мегабитке дейін жетеді, секундына 20 мегабитке дейін. Осы 3G технологиясын ендірсе, Қазақстанда интернетте зор дамитын болады деген ойдамыз. Жаңағы сіз айтып кеттіңіз, ұялы телефондарды қазақшаға ұялы компаниялар аударса деп. Әрине ол дұрыс, бірақ біздің компания телефондарды өзі өндіріп сатпайды, тіпті сатпаймыз да. Сондықтан бұл сауалыңызды сол ұялы телефондарды өндіріп шығаратын компанияларға қойсаңыз деген ойда. Жоқ, менікі поддержка жайында оны. Поддержкасы бар. Сіз SMS жазғанда қазақша жазсаңыз, біздің желілер арқылы ол цифрлық код ретінде барады. Және алған адамның терминалы ол кодты ашып, әріп ретінде шығарып береді. Біздің желілер оған дайын. Және қазақ тілін қолдайтын телефондар... Қолданысқа бар да? Иә. Рахмет. Ондаймен жасап көрсеңіз, қазақша оқылады. Осы айтатыным. Жиға, сонда жаңа 3G-ға не бөгет болып тұрған? Бөгет болып тұрған үкіметтің пікірінше салық кодексіне өзгерістер енгізу керек. Бір алғашында айтқан төлем ақы мөлшерін төмендету үшін салық кодексіне өзгерістер енгізу керек. Біздің ойымызша, әрине, оған салық кодексіне өзгерістер енгізе отырып та 3G лицензиясын берсе де болады. Қазір Қазақстан осы телекоммуникация технологиялары бойынша барлық көптеген елдерден қалып отыр. Көршілес Өзбекстанда 4-ші буынды технологияларды енгізіп отыр, біз әлі 3G-ға да жеткен жоқпыз. Осын өте кешіңіздер, өте маңызды мәселе бұл жерде жаңа айтып отырды, Айгүл айтты, құны, бағасы, қызметтің бағасы. Мысалы айталық, қазақтың көбі ауылды жерде тұрады жаңағы. Мысалы сіздердің айтатын сөздеріңіз, егер 3G-де қосылса, онда ауылда сол интернетке жылдамдықты жеткізуге болады ауыл тұрғындарда, бірақ бағасы қандай болды ол? Бағасы қазіргі интернеттің бағасы бізде қандай сондай болады. Пакетпен сатып алсаңыз 1 мегабайт оның бір белгіленген тарифі уже сіздер расчеты бар ма сонда? Бар ғой, есептеп қойған, да? Алғаш төлейтін ақша және одан кейінгі тағы жыл сайынғы төлем ақы бар. Ол ақшаны біз үкіметке беріп отырсақ, өзіміздің инвестициямыз азайып қалады. Ал телекоммуникация саласы бұл бұндай салада инвестициялар әрдайым салып отыру қажет. Яғни сіздердің ұсыныстарыңыз Ресейдің үлгісін, 3G енгізгендегі Ресейдің үлгісі тіпті басқаша, олар 3G лицензияларын тегін береді. Тегін, соны айтып отырмын. Енді ондай болса, әрине керемет болар еді, бірақ біз ондайға үкімет бармайды деп ойлаймыз. Төлем ақысы болса бола берсін, біз дайынбыз, лицензияны берсе солмаңыз. Үкімет халықтың жағдайын ойламайды дейсіз бе сонда? Білмеймін.
өзінің пікірлері Ол басқа. саяси сұрақ.